28 мамыр Әзірбайжанда республика күні. Әзірбайжан Кавказ тауының оңтүстік-шығысында орналасқан мемлекет. Солтүстігінде Ресеймен, солтүстік-батысында Грузия, оңтүстік-батысында Армения және Түркиямен, ал оңтүстігінде Иранмен шекараласып жатыр. Шығысы Каспий теңізімен қоршалған. Астанасы Баку қаласы. Мемлекет басшысы президент. Жоғарғы заң шығарушы органы парламент. Ресми тілі Әзірбайжан. Ақша бірлігі манат. Қазақстан мен Әзірбайжан Республикасы арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылдың 27 тамызында орнатылған. Бұл күнгі оқиғалар мыналар. 2005 жылы Алматыда жеңістің 60 жылдық мерекесіне орай Рахымжан Қошқарбаев Рейхстаг дауылы деректі фильмнің таныстырылымы болып өтті. 40 минуттық фильм халықаралық мәдени құндылықтарды сақтайтын және қолдау көрсететін қордың көмегімен Аманат студиясында түсірілген. Есімдерге тоқталар болсақ, 1874 жылы мамырдың 28-інде композитор әнші Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қазақстан композиторлар одағының алғашқы мүшелерінің бірі Естай Беркімбайұлы дүниеге келді. Ақындық әншілік қабілет Естайға ана сүтімен дарыған. Ат жалын тартып мінуге жарағаннан бастап қолына домбырасын алып ән айтуға талаптанады. Жиын тойларда жиі барып, ақындар мен әнші жыршылардың өнерлерін бойына сіңіріп өскен. Ақындық орындаушылық өнермен қатар шебер композитор ретінде де белгілі. Оның майда қоңыр, жүректе, мәлике, өмір, қоңыр жел дүние, шоққара ағаш сияқты әндері бар. Ал классикалық қорлан, құсни қорлан әндері оның есімін аңызға айналдырды. Естай әндерін Затаевич тұңғыш рет нотаға түсірген. Әнші 1939 жылы Алматыға келіп, музыка зерттеушісі әрі композитор Язаковичке өз әндерін нотаға түсіртеді. 1945 жылы ұлы Абайдың туғанына 100 жыл толу тойына қатысып, Нұрлыбек, Төлеу, Сапарғали және Нартай ақындарымен өнер сайысына түседі. Жұбанов пен Ерзакович Естайдың өмірі мен шығармашылығы туралы зерттеу еңбектерін жазды. Ақын Әлімбаев Естай Қорлан поэмасын, Оразбаев Естайдың Қорланы драмасын әнші өміріне арнады. 1890 жылы геолог КСРО ғылым академиясының академигі Иосиф Григорьев дүниеге келді. Оның алғашқы ғылыми еңбектері оңтүстік Қазақстан геологиясына арналған. Кенді Алтайдың полиметалл кен орындарына жүргізілген геологиялық барлау жұмыстары ол кенді минерографиялық зерттеу әдісін ұсынды және кен құрылымының түрлерін анықтады. 1946 жылы Қуанышбаев атындағы музыкалық драма театрының актрисасы, Қазақ ұлттық өнер университетінде курс жетекшісі Гүлжан Әспетова дүниеге келді. Театрдағы алғашқы рөлі Әуезовтің Қарагөз трагедиясындағы Қарагөз. Содан бері лирикалық драмалық бағыттағы бірсыпыра бейнелерді сахнаға шығарды. Олардың ішінде Еңлік, Құртқа, Жәмила, Мақпал, Анар, Бәтима ханым, Электра, Эокоста, Найман ана тағы басқа бейнелерді сомдады. Бірқатар фильмдерге де түскен. 1993 жылдан бастап Алматы театр және кино институтында сахна тілінен сабақ берді. 1884 жылы Чех мемлекет және саяси қайраткері, Чехословакияның екінші президенті Эдвард Бенеш дүниеге келді. 1962 жылы кеңестік және ресейлік театр кино актері, Ресейдің еңбек сіңірген әртісі Андрей Панин дүниеге келді.